Армысыздар, құрметті көрермен. Проспорт бағдарламасының бүгінгі қонағы қазақ боксының мақтанышы, Олимпиада чемпионы, бүгінде кәсіпқой бокста атой салып жүрген жерлесіміз Данияр Елеусінов. Данияр, студиямызға қош келдің. Қуаныштымыз өзіңнің осылай уақыт тауып тығыз графигіңнен бізге сұхбат беруге келіскеніңе. Кеше ғана туған күн тойладып, 30 жасқа келіп жатсың, тәуелсіздіктің төлі құрдасың, осы өткен туған күнін құттықтап қояйық. Енді Америка құрама штаттарына қашан деп жатсыздар? Сапарды, жаңа келісім шарт келді ма, осы жағында жоспармен бөлісіп кетсеңіз бірінші? Жаңа келісім шарт келді. 3 жылға қойылған келісім шарт болатын. Сәуір айында аяқталу керек болатын. Енді қазір сәуір айында бокс жетпейтін болғасын, өнер көрсетпейтін болғасын, мүмкін жаңа келісім шартты менің менеджерларыма қазіргі уақытта жіберіпті. Енді олар қазір өздерінің юристтерімен қарастырып жатыр. Өздеріне бізге ыңғайлы жақтары қалай екен, соны түзетіп, өзіміздің ұсынысымызды береміз. Олар оны қарастырып келсе, тағы да келесі келісім шартты жалғастырамыз. Өткен жолғы болған Индонгомен болған жекпе-жектен кейін келесі жекпе-жек Данияр сәуір айында өткізеді дегенде Эдди Хирнның бір сұхбаты болып еді. Өзінің ойында сондай жоспарлар болған болатын, бірақ сәуір айында олардың өздерінде де көп жаңағындай карантинге де байланысты қиыншылықтар болып жатыр ғой. Соған байланысты мамыр айында мүмкін Канелоның кешінде деген сыбыс болды. Өнер көрсетесің деп. Маған менеджерларым алдын енді, бірақ біздің арамызда ешкімге шетелдік нелерге айтып қойма дегенде айтты. Соның кешінде өнер көрсету мүмкінсің. Жаңа контракттың ұсынысы бізді толыққанды бізге ұнаса деп. Өзің қалай енді бұл ақпаратты естігенде? Енді Канело бүгінде әлемдегі осы кәсіпқой бокстағы ең мықты боксшылардың бірі ғой. Ол Канелоның кешінде, оның кеші жаңағы Мексиканың тәуелсіздік күні қарсаңында болатыны тағы да белгілі. Cinco de Mayo дейме ол? Мен үшін оның үстіне биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы Қазақстанның. Өте жоғары деңгейі ғой ол Канелоның. Жаңағы pound for pound боксшы дейді қазіргі таңда ең салмақ дәрежесіне қарамастан әлемнің ең үздік боксшылардың қатарында, бірінші нөмірлі боксшылардың қатарына қояды оның қазір. Оның кешінде енді әрине өнер көрсету өте мен үшін жоғары дәреже деп ойлаймын, нәтиже деп ойлаймын. Енді осы оған келісіп жатқанда сол біздің келісім шарт бойынша бізге ұнаса, олар бір-бірімен өзара келісе алса, менеджмент мен промоутер компания. Сол жекпе-жек алдағы уақытта сол уақытқа деп жоспарланған деп айтқан болатын маған. Енді болып жатқан нұр үстіне нұр болар еді. Еліміздің тәуелсіздігіне 30 жас толып жатыр. Мен тәуелсіздіктің құрдасымын, өзім де 30-ға келдім. Сондықтан да жеңіске жетіп жатсам, осы еліміздің тәуелсіздігіне арнар едім осы жеңісімді. Енді біз қазір Канело мен Головкиннің арасындағы бәсекені білеміз, трилогиясы қашан болады деп, жалғасы табады деп жүрміз. Осы тұрғыда Головкиннің кешінде өнер көрсетпеу керек деген алдында әңгіме болды, менің кешімде деген сияқты. Енді жалпы Канелоның кешінде өнер көрсетіп жатсақ, бұл тұрғыдан да Канело озып кететін секілді ғой Головкиннен, егер Данияр сол кеште өнер көрсетіп жатса. Енді ол қайсы мықты екен өздері өзара рингтің арасында шешер, бірақ Канело өзінікін дәлелдеді ғой. Мен кешімде өнер көрсетпесін деген ол рас әңгіме болды. Мен өзім менеджерларының аузынан естіген сөз. Головкин кешінде шықайық деген өздерінің ұсынысы болды. Эдди Хирн да қарсы болған жоқ. Ол кешке қарсыластың да несінде кештің енді орны болады, өзін сатып алу керек, оны қарсыласқа төлеу керек деген сияқты. Эдди Хирн келісті. Кімнің өзінің промоутер Лефлерді келісіп тұрып, маған солай жеткізді. Жерлесімнің өзі бас тартты қойғысы келмеді деп. Оның орнына Мадримовты қойды деп. Жарайды дедім, мен о жаққа сұраған жоқпын негізінде. Сіздер өздеріңіздер сол кешке шығайық, Қазақстан екі қазақ шыққан керемет болады ғой деген өздері ұсыныс білдірді. Жалпы жанкүйерлерде, жалпы қазақ елде қуанды ғой. Головкиннің кешінде міне Данияр Елеусінов шығайын деп жатыр. Енді жарайды. Олай болмаса, Құдай қаласа, Канелоның кешінде өнер көрсететін шығармыз. Қайта осындай кезде қолдау білдіріп жүрсе, өмір бақи ұмытылмайтын бір жақсылық болатын деп айтты. Жаңағы интервьюінде де айтты ғой, бір-екі менің айтқан интервьюларымда сөздерім ол туралы айтқан ұнамай қалған болу керек, мүмкін менің стилім оған ұқсамайды дегенге ренжіген шығар, білмедім мен ол жағынан.
бір-екі сөздер жаңағы жүрегіне батты ма екен, ұнамаған болу керек, сондықтан да сондай жағдай болып қалған болу керек деп ойлаймын. Енді өзің сол сұхбатты да айтып едің, байқамай мен бір шаршап тұрған болдым, бір салмақ қуып жүрген кезім болды, бір аңдамай сөйлеп қойған болдым деп. Иә, әрине ондай болды, бірақ ол жердің өзінде де интернетте де ол интервью бар. Нью-Йоркта бірінші дебюттің алдында айтылған әңгіме. Мен енді екінші головкин болмаймын, себебі мен түсіндіріп өткен жоқпын да ол жерде неге олай екенін. Байқамай сөйлемей қалдым деп айттың ғой. Жалпы содан кейін әрбір сұхбатта қазір аңдап сөйлейтін шығарсың, иә? Әрине, одан кейін иә. Әрбір адамның көңіліне қарап сөйлейтін болдық қой. Жалпы бұл жерде де бір соншалықты ренжіп қалатындай бір ештеңе жоқ сияқты, өкпелейтіндей, ешкімді кемсітпегенде сол сұхбатты оқыған адам көрініп тұр, бірақ баспасөз құралдары да көп рөл атқарып кетті ғой деймін. Кішіпейілдік көрсетіп, шақырып алып, өзімен сөйлесуге де болатын деп ойлаймын өз басым. Ол жерде сондай шешім қабылдаса, жарайды, өзінің шешімі ғой. Былай елге сіңірген еңбегі зор, оны ешкім қалып қоймайды ғой. Енді қазір кәсіпқой бокстан әуесқой боксқа бір оралып өтейікші. Биыл Олимпиада, Токио Олимпиадасы өтеді, бір жылға кеш өтейін деп жатыр, пандемияға байланысты. Өзің соңғы Олимпиада чемпионсың, Қазақтан шыққан. Осы Олимпиада жайлы, біздің мүмкіндігіміз жайлы не айта аласың? Мүмкіндік жайында бүкіл балалардың қолында мүмкіндік бар деп ойлаймын. Бірінші Алла, әрине, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ғой. Бабымен жағы сәт салып, баптарда жақсы болса, бұйырған болады. Тек жағындай әрқайсысы өзінің еңбегін барынша тырысып көрсету керек деп ойлаймын. Енді қазақ боксшылары әрдайым әр олимпиадада алтыннан құр қалған емес қой, сондықтан да алтын болады деген ойдамын. Жаңағы алтын болсын, күміс болсын, әр үш медальдің де дәмі болады деп ойлаймын бұл олимпиадада. 69 келі салмақ. Қазақстанның бүкіл олимпиадада алтын медаль алып келе жатқан салмақ дәрежесі. Осы салмақ дәрежесінде енді өзіңнің ізбасарың деп айтайықшы. Қазір енді сенің соңғы олимпиада чемпионсың. Абылайхан Жүсіп. Жалпы осы дәстүрді жалғастыра алады ма? Бұйырса жалғастыра алады деп ойлаймын. Оны олимпиадада белгілі болады. Себебі әлеуетін қалай бағалайсың жалпы? Шеберлігі жоғары, керемет, жас боксшы, өзім сияқты юноштық жастар арасында әрдайым результат беріп келе жатқан, нәтиже беріп келе жатқан боксшы, олимпиада ойындарының жастар арасында чемпионы болған, әлем чемпионы болған. Мен де кадеттер арасында әлем чемпионы болдым, жастар арасында күміс жүлдегер болдым. Жас кезден бастап. Сондықтан да енді ересектер арасында шығар қола медаль алып жүргені, бірақ ол қола медальға жетудің өзі де әлем чемпионаттарында, әлем біріншіліктерінде оңай дүние емес. Сондықтан да бұйырғаны болады, өзі бабымен бабы дұрыс шауып тұрса, неге болмасқа деп ойлаймын енді. Сәттілік тілейміз, әрине. Жалпы енді 69 келі жайлы тағы да бір айтып кетейікші, осы кім ізбасары болады дегенде, 69 келіде бізде Абылайханнан бөлек Асланбек Шынбергенов өнер көрсетті. Соны бүкіл әлемдік бокс сериясында Астана Арланстар сапында жасындай жарқылдап. Сол секілді Садриддин Ахметовты дәл осы 69 келіде өзіңнің ізбасарың болады деп ұмытпасам, 2017 жыл ғой деймін. Елорда төрінде президент кубогы өтіп, сол жерде Садриддин Ахметов чемпион атанды да, медаль тағу, марапаттау рәсімінде өзің келіп қатыстың. Осы тұрғыда бір эстафета беріліп жатыр дегендей де бір сондай символикалық не іздеген жанкүйерлер болды. Мен енді, менің ойымша, Садриддин келесі олимпиаданы күтіп жүргісі келмеді. Жастайынан Канело сияқты жаңағындай уақыты бар кезде кетіп қалайын деді. Себебі мен басында кәсіпқой боксқа ауысып жатырдым дедім да, одан кейін қайттан келдім ғой. Қайттан 69-ге келесі олимпиадаға барамын дегендей. Енді мүмкін ол шешімді осы шешімді қабылдауға да себеп болып кеткен шығар. Ағамның жолын кесіп қайтайын, мен қайттан келіп жатыр екен кәсіпқой боксқа, қазір уақытымда жоғалтпай бара берейін деген бір шешім қабылдадым екен. Білмеймін, өзінен сұрамадым мен. Бірақ ол өте мықты, болашағынан көп зор үміт күтетін жас боксшы, кәсіпқой боксқа керемет. Қазір рекорды да жақсы, асықпай алып келе жатыр деп ойлаймын. Жалпы өзіңді сөйлескен жоқпын деп жатсың, осы тұрғыда біздің қазақ боксшылардың бүгін кәсіпқой бокста жүрген жалпы бір-бірімен осы қарым-қатынас қалай, бір-бірімен осы қаншалықты жиі байланысып, жағдай сұрап, қарым-қатынасымыз жаман емес, жақсы. Мен енді жаңағы
Тадриммен былай сөйлесіп тұрамыз. Жаңағы несін себебін сұраған жоқпын. Себебін сұраған жоқ, былай араласып тұрасыз. Бір-бірімізді құттықтап, араласып тұрамыз. Бәрімен де Батыр Жүкенбаев бар, Жәнібек Әлімханұлы бар, бір-бірімізді құттықтап сөйлесіп тұрамыз. Сондықтан да қарым-қатынастар бәрінің жақсы. Бүкіл сенің өзіңнің жетістігіңнің басты кейіпкері, себепшісі осы Марат аға деп жатамыз. Осы тұрғыда әке мен баланың бапкерлік және шәкірт тұрғысындағы қарым-қатынасы қаншалықты маңызды биік жетістікке жету үшін? Былайынша бапкерлерден сырттан қосылған бапкерлер. Енді әкем мен жаңағы туа біткен табиғатымды біледі ғой, бір жақсы қандай өзім айтып кеткендей жаңағы қалай дайындалғанда қандай жақсы өнер көрсетеді, соның бәрін білетін болғандықтан бір жағынан жақсы жақтары өте көп. Енді мен де басқа жаттықтырушы болып көрген жоқ, бірақ көп жаттықтырушылар басқаларды әкесі болмаса да сондай қарым-қатынас болу керек деп ойлаймын. Бір жағынан өзінің боксшысын, өзінің спортшысын білу керек әрдайым. Енді менің әкем жаңағы қалай айтсам болады, университетте де сабақ берген кісі, научный жағында біледі, мысалға көп нәрселерді, анатомияны спортшының сабақ берген деген сияқты. Ол жағынан көп нәрселерді біледі. Баласын әлем чемпионы атануды армандайды ғой әрбір әке. Оның қасында осы әлем чемпионды армандап қана қоймай, еңбек етіп жүр. Сондықтан Марат ағамызға да сәттілік тілеп. Әкемнің қазір арманы орындалып қойған негізінде. Енді қазір менің арманым орындалсын деп мен қасымда жүр. Олимпиада чемпионы жасаймын деген ғой, ол кісі. Бір балам дүниеге келсе, сол әлем чемпионы жасаймын деп өзінің достары, жолдас жарандарына да айтқан кезінде, жас кезінде. Сол бір Алланың қалауымен сол жаңағы ниеті орындалған. Енді қазір ары қарай кәсіпқой боксқа ауысу деген ол менің тарапымнан болды негізінде. Ары қарай өзім сынап көрейін деген. Дегенмен арманым болды. Марат ағамыз барлық жұмысын тастап, елді тастап өзіңмен бірге сенің арманың үшін күресіп жүр, қазір. Өзіңнің соңғы жекпе-жегің IBF Интерконтиненталь белбеуін алдың. Осы белбеу келді ме Қазақстанға? Белбеу сол әлі күтіп отырмыз, келген жоқ. Әрқашан әрдайым сұрап отырамын, қайда белбеу? Оны Данияр дейді, Нью-Йоркта дейді, олардың офистері. Жағы карантин кезінде бір кісі сол организацияда дүниеден өткен екен. Олар бастары қосылып жиналмай алмай жатыр. Көптеген боксшылар, тіпті Джермал Чарло деді ме, сол өзі де алдында белдік алмапты, IBF белдігін. Оған берілмепті, жаңа нұсқасы. Сондықтан бәрі күтіп отыр дейді. Маккаскел деген бір қызды айтты, ол да алмапты белбеуін деп. Сондықтан да ешкімге берілген жоқ, күтіп отырмыз деп. Енді Америкаға бірден құрама штаттарына барған кезде алатын шығармыз, көреміз. Бізде сол белбеуді бүгін осы сұхбат қалып келеді. Әрине, рингте табыстаған болса керемет болатын негізінде. Көргіміз келген, күткіміз келген. Дегенмен енді көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. IBF Интерконтиненталь белбеуі әйтеуір сенік екені белгілі, бұл ресми нәтиже. Сондықтан осындай енді әлем чемпионы белдіктері Құдай қаласа өзіңе бұйырып, әлем чемпионы атанып, мынау кәсіпқой бокстағы жетістігің өзіңнің әуесқой бокста бағындырған белесіңнен кем болмасын, тең болсын, одан асып түссін деп тілейміз. Әлемнің абсолют чемпионы болғаныңды көруге қазақ елі қашанда тілектес. Осы елде, осы орайда өзіңде биыл тәуелсіздіктің төл құрдасы ретінде көрермендерді, қазақ елін бір тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтап жүрсең. Әрине, өзім тәуелсіздіктің құрдасымын, өте қуаныштымын. Осы елмен бірге өсіп, өніп жатырмыз. Барша халқымызды, елімізді құттықтаймын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы мерейтойымен. Елімізде тек аманшылық болсын, тыныштық болсын, еліміз көркейіп өсіп өне берсін, халқымыз аман, жұртымыз аман болсын. Біздер керемет жеңістерімізбен сіздерді қуанта берейік. Сіздер жанкүйер бола беріңіздер, біздер тек биік белестерді бағындыра берейік. Рахмет. Рахмет, Данияр, бізге осы өзіңнің тығыз уақытыңа қарамай, уақыт тауып, сұхбатқа келісіп, біраз ауқымды сұхбат бердің. Көкейде жүрген, жалпы жанкүйерлердің көкейінде жүрген біраз сұрақты қойып, үлгергенше қоюға тырыстық. Барлығына шынайы, ынта-шынтаңмен жауап бердің. Рахмет, сәттілік тілейміз. Мынау 30 жасың кеше ғана келген толған тағы да ол да құтты болсын. Алдағы ақшқа сапарың сәтті болып, осы жолы интерконтиненталь белдігі ғана емес, чемпиондық белдікпен оралатынына сенімдіміз, соның тілекшіміз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Аман болсын.
Құрметті көрермендер, бүгін проспорт бағдарламасының қонағы болған қазақ боксының мақтаншы, әуесқой бокстан барлық белесті бағындырған олимпиада чемпионы, бүгінде кәсіпқой бокста атой салып жүрген жерлесіміз, болашақ әлем чемпионы деп жақсы сөз жарымырыз деп оны айтып қояйық. Тілекшіміз Данияр Елеусінов болатын. Назар қойып бізді уақыт бөліп қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге де осы жеңісті күндерде жолға берейік дегіміз келеді.